Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің мінсіз бисквитті жасау, дайындау жолымен бөлісетін боламын. Дәл осы менің рецептіммен дайындасаңыздар, бисквиттарыңыз бір жасағаннан идеальный болып шығады. Керек заттарымыз 6 жұмыртқа, қант, ұн. 6 жұмыртқа бөлме температурасында болу керек. Миксердің жай режимінен бастап, біртіндеп осылай миксерлеп бастаймыз. Миксерлегенде де бір бағытта ғана миксерлейсіздер. Қантты бөліп қосамыз. Бірден қантты қосып жібермейсіздер. Міне 2 бөліп қостық қантты. Енді жақсылап біздің массамыз 2 есе көтерілгенше бір бағытта миксердің жылдамдығын біртіндеп қоса отырып, осылай миксерлейсіздер. Көріп тұрсыздар, біздің массамыз көтеріліп жатыр. Міне дәл осындай болып массаларыңыз көтерілген кезде келесі електен өткізілген ұнымызды 3 бөліп қосамыз. Бірден бәрін қосып жібермеңіздер. Бірден бәрін қосып жіберсеңіздер, массаларыңызды басып аласыздар. Және ешқандай да миксермен араластырмаймыз. Осындай лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай абайлап отырып араластырасыздар. Басып алмаңыздар массаларыңызды. Міне мен ұнның екінші бөлігін қостым. Жақсылап бір келкі болғанша асықпай араластырасыздар. Ұнның үшінші бөлігін қостым және жақсылап араластыратын боламын. Ұн мен қант бисквитта қант 320 грамм қоссақ, ұнды да дәл солай 320 грамм қосамыз. Міне видеода көріп тұрсыздар, біздің массамыз қоюланды, барлығы бір келкі араласты. Енді осы кезде сіздердің духовкаларыңыз уже қызып тұру керек 200 градуста. Мендегі форманың диаметрі 26 диаметрге осылай құйып, жан-жағына тегістеп жайып шығамын. Бисквитті жасап бастаған кезде духовкаларыңызды қосып қыздырып қойыңыздар. Енді бір фишканы айтам сіздерге. Қызып тұрған духовкаға бисквитті салар кезде осылай ашып жауып, ішіндегі ыстық ауаны шығарып аласыздар. Содан кейін барып бисквиттарыңызды саласыздар. Міне, және осы 200 градуста 25 минут піседі. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Қазір көрсетем арасын. Көрдіңіздер ме? Арасы да бір келкі және теп-тегіс болып шыққан бисквит. Ортасы көтеріліп кету, не болмаса ортасы көтерілмей қалу деген жоқ. Барлық жері бисквиттің бірдей теп-тегіс, міне воздушный болып көтерілген. Сізде осы менің рецептіммен дайындап көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.